Сәлем баршаға, сіздермен мен Алтынай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алдағы уақытта керемет рецепттермен өтетін боламын. Бүгін біз ет астық, яғни еттің қамырын илеу құпиясымен бөлісетін боламын. Өте керемет болып шығады және де езілмейді, дәмді болып шығатын еттің қамырының құпиясын айтатын боламын. Және де еттің пісу құпиясы да көп қыз-келіншектер қателеседі. Ет піскен кезде қатты болып қалады деп. Оның құпиясы, біз алдымен еттімізді осылай қазанға салып аламыз. Бұл жерде мен жолдасым екеуміздің ғана тамағымыз болғандықтан азғантай ет салынды. Осылай етті жақсылап бір қатты қайнатып алып, бетіндегі көбігін сүзіп аламыз міндетті түрде. Сүзіп алғаннан кейін етіміздің астын өте баяу отта қойып жақсылап қайнатамыз. Кемінде 1,5 сағат қайнаса ет таза піседі. Әрине жас малдың еті болса өте керемет болып піседі. Осылай етімді жақсылап қайнатып алып, керекті картошка сәбізімді салдым. Сосын ең басты құпиясы қамырдың илеуі. Еттің сорпасынан алып илесеңіздер өте керемет болып шығады. Бұл жерде мен еттің сорпасынан 2 ожаудай сорпасын алдым және де 1 жұмыртқа, азырақ су құйып, тұз салып, жақсылап қатты қамыр иледім. Қамырды қатты қылып илеп, кемінде 10-15 минут июін қандырып жайсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, егер сенбесеңіздер, қамырларыңыз байқасаңыздар, өте жақсы болып шығады және жайғанда да онша жыртылмайды. Және қайнаған кезде мүлдем езілмейді. Дәл сол рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде еш өкінбейсіздер. Керемет болып шығады. Ал мен осылай жайып, қамырларымды кесіп алдым. Етімді пісті, етімді сүзіп алып, қамырымның суын қайнатып, тұзын салып, жақсылап сорпаға пісіріп алдым. Мінекей, менің қамырым өте керемет болып шықты. Байқасаңыздар, дана-дана болып түсті. Ал достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер, ас болсын. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Алтынай.